бұзушылықтарды жасаған үшін айыппен сотқа берілді. Үкімнің қарар бөлігі. Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 387, 391, 393, 395, 398, 401, 402 баптарын басшылыққа алып, сот үкім етті. Сәрсемалиев Сұлтан Самиғұлұлы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 384 бабының 2 бөлігі, 188 бабының прим бабының 1 бөлігі, 188 бабының 3 бөлігінің 2 тармағы, 190 бабының 3 бөлігінің 4 тармағы, 99 бабының 2 бөлігінің 1, 3, 5, 10, 13 тармақтарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасаған үшін кінәлі деп танылсын. Оған Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 384 бабының 2 бөлігімен 60 сағат қоғамдық жұмысқа тарту жазасы тағайындалсын. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188 прим 1 бабының 1 бөлігімен 3 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188 бабының 3 бөлігінің 2 тармағымен 4 жыл 8 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бабының 3 бөлігінің 4 тармағымен 4 жыл 8 ай мерзімге бас бостандығынан Сәрсемалиев Сұлтан Самиғұлұлы өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Сотталған Сәрсемалиев, сізге соттың үкімі түсінікті ме? Сәрсемалиев, сіз сот үкімімен келіспесеңіз, үкімнің көшірмесін қолыңызға алған күннен бастап 15 тәуліктің ішінде осы соттың кеңсесі арқылы апелляциялық тәртіпте шағым бере аласыз. Біздің Атырау облысында бұрын соңды болмаған бір отбасын толық қасақана қазаға ұшыратқан ең ауыр қылмыстың бірінші сатыдағы соттың нүктесі қойылды. Баршаңызға мәлім, бұндай қылмыстар біздің өңірімізде бұрын соңды болмаған, және де бір отбасын ажал құштырумен байланысты өте ауыр жағдай орын алған болатын. Процестік талаптарға сәйкес сот қабылданған үкімнің мәнін түсіндіреді. Үкімнің қарар бөлігі. Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 387, 390-да бұрын соңды болмаған бір отбасын толық біздің елімізде орын алған өкінішті, бірақ қылмыс жасаған адам өзінің заңның алдында жауап береді. Жәбірленуші тарап, сұрақтарыңыз бар ма? Түсінікті ме сіздерге? Сәрсемалиев, сұрағыңыз бар ма? Түсінікті ме? Және Сәрсемалиев, процесс барысында сіздің қазірдің өзінде күлкіңізді жия алмай отырсыз. Мінез құлқыңызды барлығын ескерді, сіздің процесс барысында жәбірленушінің сөздеріне күліп отырғаныңызды, сот сізге жаза тағайындаған кезде барлығын да баға беріп ескерген болатын. Сіз әлі күнге дейін өз әрекетіңіздің қоғамға қауіптілігін түсініп отырған сияқтысыз. Және де өзіңізді қанша ақтауға тырыссаңыз да, сіздің әрекетіңіз ешқандай заңның алдында ақтауға келмейді. Егер де басқа сұрақтарыңыз жоқ болса, бас сот талқылауға жауап деп жарияланады. Сау болыңыздар.